Сәлеметсіңдер ме, балалар? Онлайн сабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі әдебиеттік оқу пәнінен жанды табиғат бөліміндегі шегіртке мен құмырсқа мысалымен танысамыз. Мысалдың авторы Иван Крылов, аударған Абай Құнанбаев. Бүгін сабақтың мақсатында сен сұрақтарға дұрыс жауап беруді үйренесің. Мысалдың басты белгілерін біліп түсінесің. Кейіпкердің іс-әрекетіне баға беріп, мысалды талдап, шығарманы сахналауды үйренесің. Балалар, жұмбақ шешіп көрейікші. Қатар-қатар қаранар, аспан менен барабар. Алды биік, арты жар. Бұл жұмбақтың шешуі не? Кәне ойланайықшы. Бұл жұмбақтың шешуі құмырсқа екен. Келесі жұмбағымыз қос қанатты, құмырсқа ізді, бота тірсекті. Бұл жұмбағымыздың шешуі шегіртке екен. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыздың кейіпкерлері құмырсқа мен шегіртке. Құмырсқаның киімі қандай? Суретке назар аударайықшы. Шегірткенің ше. Шегіртке неліктен жылап тұр? Бүгінгі сабаққа қандай қатысы бар деп ойлайсыңдар? Бүгінгі шегіртке мен құмырсқа мысалының авторы Иван Андреевич Крылов, орыс жазушысы, драматург, көрнекті мысалшы ақын. Крылов есімі орыс жұртшылығына күлдіргі сықақ жанрдағы шығармалары мен мысалдар арқылы белгілі болды. Ол әсіресе мысал жанрында орыс әдебиетін жаңа сатыға көтеріп, әлемге есімі танылған. Мысалдың аудармашысы Абай Құнанбаев, қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен. Биыл Абай атамыздың туғанына 175 жыл толды. Сен Абай атаңның өлеңдерін жақсы білесің. Жатқа айтып жүрсіңдер. Олай болса, балалар, құмырсқа мен шегіртке мысалын тыңдап көрейік. Шегіртке мен құмырсқа. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған. Көгалды қуып көл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күні жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, көз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа тоңған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда? Онымен тұрмады, қар көрінді, қыс болды, сауықшыл сорлы бүкшейді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады, сабанда жатып дән жиған құмырсқаны іздеп табады. Селкілдеп келіп жығылды аяғына басыра. Қарағым, жылып, тамақ бер, жаз шыққанша асыра. Мұның жаным сөз емес, жаз өтерін білмеп пең, жаның үшін еш шаруа ала жаздай қылмап пең. Мен өзіңдей шаруашыл, жұмсақ илеу үйлі ме? Көгалды қуып ән салып, өлеңнен қолым тиді ме? Қайтсын қолы тимепті, өлеңші, әнші, есіл ер. Ала жаздай ән салсаң, селкілде де билей бер. Балалар, мысал өлеңді тыңдап болсақ, сұрақтарға жауап берейік. Осы мысалдағы басты белгілер не деп ойлайсыңдар? Дұрыс, мысалдағы басты белгі шегірткенің іс-әрекеті екен. Ал енді осы шегірткеге қандай кеңес берер едіңдер? Бірге кеңес беріп көрейікші. Шегірткеге
сауық сайран құрмай, қыс қамын жаз ойла деп айтар едік. Құмырсқа сияқты еңбекқор бол деу керек. Шегіртке сияқты жалқау болмауымыз керек екен балалар. Осы мысалды оқып отырып, мысал мазмұны бойынша сұрақтарға дұрыс жауап бере алдым. Олай болса, келесі тапсырмамызға көшейік. Әдебиет лотос әдісі бойынша шығарманы талдайық. Шығарманың атауы қалай еді? Шегіртке мен құмырсқа. Авторы Иван Крылов, аударған Абай Құнанбаев. Кейіпкерлері құмырсқа және шегіртке. Саған қай кейіпкердің қасиеті ұнады? Дұрыс, құмырсқаның еңбекқорлығы. Шегіртке мен құмырсқаның бойынан адам баласында кездесетін қандай қасиеттерді байқадыңдар? Кәне ойланып, талдап көрейікші. Құмырсқаның бойынан еңбекқорлықты, шыдамдылықты байқадық. Ал шегірткеден жалқаулықты, сауықшылдықты байқадық. Балалар, өмірде де осындай шегіртке мен құмырсқа сияқты адамдар болады екен. Құмырсқа сияқты біз еңбекқор, шыдамды болуымыз керек. Олай болса балалар, шегіртке мен құмырсқаны Вен диаграммасына салып салыстырып көрейікші. Екеуіне ортақ қасиет не? Екеуі де жәндіктер екен. Ал құмырсқа қандай жәндік екен? Құмырсқа ұйымшыл, еңбекқор, ақылды екен. Ал шегіртке ше? Шегіртке жалқау, еріншек, сауыққұмар, бас пайдасын білмейді екен. Ол бас пайдасын білмегендіктен қақаған аязда қалып қойды. Ол оның жалқаулығы, сауыққұмарлығы болды. Сондықтан шегіртке сияқты болмауымыз керек. Балалар, мен сендерге жеке тапсырма ұсынғым келеді. Шегіртке тәрізді қиналмас үшін не істер едің? Ойыңды жазып көрсет. Радиоспектакль әдісі арқылы мысалды отбасыңмен сахналап көр. Осы тапсырмаларды өзіңнің ұстазыңа жауап беруіне болады. Бүгінгі сабақта сен не түсіндің? Сені не таңғалдырды? Саған не ұнады, не ұнамады? Осы рефлексия арқылы ойыңды жазуыңа болады. Құрметті оқушы, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағаныңа көп рахмет.